Болмаған балалық шақ. Жалғасы. Тілеукештің азан шақыры қойған есімі Тілеуқабыл. Ол менің өмірімдегі бірінші досым. Құрдаспыз. Екеуміз бір-бірімізге сай қосылғанбыз. Ойлап таппайтынымыз жоқ. Қиялимыз. Әкесі Түсіпхан да өте мейірбан, жақсы кісі. Мені жақсы көретін. Жұрт Түсіпханды еркелетіп Түсек деп атайды. Тілеукеш оны әкем деп мойындамай өскен. Себебі атасының баласы. Марқұм атасын талай көргем. Көзі бақырайған, сұлуша келген зор тұлғалы адам еді. Ныспысы Рамазан. Бір есімде қалғаны біздің көшемен өтіп бара жатқаны. Қолында қосауыз мылтығы бар. Сол кезде Рамазан ата үйімізге кіріп қалаңды көзеп тұрып, бұрқ еткізіп атып, шалпасынан түсіре ғой деп бала қиялмен армандап үлгергенім есімде. Әйтпесе біреуге өлім тілеу күнә екенін білемін. Кезекті бір соққыдан кейін Рамазан атаны көрген кезде келген ойлар болар. Үйдегі ойналмаған ойынның есесін Түсіпханның үйінде Тілеукешпен бірге қайтарамын. Көбінесе әрине соғыс ойыны ғой. Қаруды кез келген заттан істеп алушы едік. Кәдімгі носилканың сабағын жұлып алып, екіге бөлсеңіз, салмақты мылтық болып шыға келеді. Бұл Тілеукештің ойлап тапқаны. Сол қаруды жасап алып, Тілеукеш екеуміз бір күні шпион ұстауға уағдаластық. Біздің тұратын көшенің бір шеті үлкен тас жолға тіреледі. Арғы жағындағы бос алқапқа ол кезде эспарцет шөп егілуші еді. Ол егін шөптің біткен жері қалың жыныс ну-тоғай. Жұрт оны сорт участок дейтін. Онда жүзімнің түр-түрі өсіріледі. Тілеукеш екеумізге соның ішінде қаптап жүрген оңбаған шпиондар елестейтін. Шпионды ұстасақ аудандық және облыстық газеттерге фотосуретімізді басып, біз туралы мақалалар жарық көреді. Атағымыз облыс түгілі мұқым Қазақстанға таралуы ықтимал. Осы ойлар бізді үлкен еркелікке итермеледі. Келіскен күні кешке екеуміз трассада кездесіп, сорт участокке беттедік. Тәңір сәтін салса, бүгінгі кеш нағыз шпиондардың жиналып құтыратын кезі. Біздің мақсат қалайда біреуін ұстап, байлап, матап, Тілеукештің үйіне әкеп, қамап ұстау. Сосын милиция шақырып, атақ пен даңққа, мүмкін ақшаға да мейлінше бату. Екеуміз өлсе де ұшынан оқ ұшпайтын ағаш мылтығымызды асынып алып, ауыр арқанды сүйретіп жолға шықтық. Арқан қаны песер шпионды байлау үшін алынғаны оқырманға түсінікті деп ойлаймыз. Сорт участок алыс екен, келе жатырмыз. Дала іңірдің бояуын бойына әбден сіңіріп, енді тездетіп қоюлана бастады. Алысқа аңғараған бір нәрсе көрінді. Жақындай келсек, москвич маркалы мәшине. Қуанып кеттік. Іздегеніміз алдымыздан шықты. Москвичтің терезелері буланып кеткен. Бізге ол қанен-қаперсіз ұйықтап жатқан шпионды елестетті. Сұмпайы бандит бізді көріп қалмасын деп еңбектеуге көштік. Жақындағанда ыңырсыған бір дауыс естілді. Буланған терезені сүртіп қалып, қарасақ біздің көптен бері аңсап жүрген шпионымыз бір әйелді тыр жалаңаш шешіндіріп тастап, тұншықтырып жатыр екен. Астындағы коммунист әйел шпионның мойнынан дәрменсіз құшақтап, құтылмаққа әрекеттенетін сияқты. Арасында шаршағаннан ба екен, әлгі басбұзардың арқасынан саусақтары тайып кетіп, сауырын сипалаған сиды. Бұл енді біз келмесек өледі екен. Әлгі шпион ағамыз бір түрлі дәу екен, бірақ бар салмағымен әлгі байғұс келіншекті аяусыз жаншиды. Аяғын аспанға көтеріп сап езгілеп жатыр. Соған қарағанда өлтіре бастағанда аяғы кедергі келтірмесін дегені ғой деп қоямыз. Былай еңбектеп барып Тілеукеш екеуміз ақылдасып кеп, әйелді шпионның жалаңаштап алып өлтіріп жату, өлгеннен кейін киімін шешіп, әуреленбей-ақ лақтыра салуы үшін керек. Ал енді өзінің шешініп тастауы, ол оқта-текте әлгі әйел тұншығып жатып, құсып қойса киімі былғанбауы үшін деп қоямыз тағы.
Қысқасы, әлгі қылмыскерді ұстауға бел будық. Есікті мен оқыс ашып қалам да, Тілеукеш оңбаған шпион жолдас, сіз тұтқанды алдыңыз деп айқайлайтын болды. Мен есікті жұлқи тарттым. Құдай-ай, бір жалаңаш шпионды бірінші рет көруім. Борбиған құйрықтары шылпылдай ма қайтеді өзі. Мынау тұншықтырып жатыр ма, әлде байғұс әйелдің ішіне темір ме, бірдеңе ме тығып жатыр ма? Қапелімде анықтап үлгергем жоқ. Тілеукештің дауысы саңқ ете қалды. Шпионның астындағы пора-порасы шығып, терлеп кеткен әйел қаңқ ете қалды. Шпион өре түрегелді. Ой, мына түн ішінде неғып жүрген балалар деп әлгі дәу мені ұстай қалам деп ауаны қармап қалды. Біз Тілеукеш екеуміз бір-бірімізді айтқызбай түсіндік. Тақиялы періштегі 5 сом аз ақша емес, бірақ денсаулық та керек демекші, мына денесі жалпақ шпионға әліміз келмейтіні анық болды. Содан атақ-даңқтан гөрі денсаулықты жоғары қойдық та Тілеукеш екеуміз зытып бердік. Әлгі шпион артымыздан қуып берді. Зытып келеміз. Артымызға қарай зытып келеміз. Қорқыныштан аяқтарымыз жүгірмей шпионға болысып келе жатыр. Мылтықты таста деп айқайлайды маған Тілеукеш. Өзің неге тастамайсың деп мен де намыстанып бағам. Маған керек ол. Маған керек жоқ па екен? Ойбай, анау келіп қалды. Таста, жүгіре алмай қаласың. Бірге тастайық. Қал, жарайды. Мылтықтарымыз шпионға қалды. Қылмыскеріміз мәйкішең бізге қуып келеді. Мылтық болса кетті. Бірақ арқанды тастауға болмайды. Ол қалаңның арқаны. Оны тастап қалаңның қолынан өлгенше шпионның қолынан ерлікпен қаза тапқаным дұрыс емес пе? Таста арқанды, қалаң өлтіреді, өлтірмейді. Біздің үйдегі арқанды аласың. Сендердікі қалаңдыкіне ұқсамайды ғой. Ту, сенде. Таста шайналай, өлтіреді анау. Түрі жаман екен деп қояды менен оқ бойы алда келе жатқан Тілеукеш. Тастамаймын, ұстап алып өлтірсін. Сен ауылға бар да елге хабарла. Ертең журналистерге айтсын, пәлесін қарай көр өзінің. Жалғыз атақты болғым келеді екен ғой, әкел арқаңның бір шетін. Шпионның күші әйелісін шықтырғанға кетіп қалғаны болу керек, бір кезде жұдырығымен ауаны ұрғылап қалып қойды. Біз аяқтарымызды сүйретіп үйге әрең келдік. Ертесінде елге мақтанышпен айтып отырсақ, бәрі ду-ду күледі. Бізді ешкім ерлік жасады деп отырған жоқ, қызық. Содан бері шпион ұстау кәсібінен Тілеукеш екеуміздің де көңіліміз қалды. Бір күні Тілеукеш үйге жүгіріп кіріп жүр, біздің үйге бір төбелескіш бала келді. Менен қаймығатын түрі жоқ, ұрайын десем туысқан. Қалған балалар үркіп қапты, сен соны бір көрші деді. Төбелес десе тұратын мен бе, жарайды деп атып шықтым. Тілеукештің үйінің есік алдында бір топ өзіміздің балалар жиналып қапты. Ортасында қара торы шымыр біреу тұр. Басына лента тағып апты. Үрпиесе барып таныстым. Ол қолымды қатты қысып тұрып атын айтты. Тимур, Ерен. Біз оны Акош дейміз, деп мүриттеріп шулап қоя берді. Төбелесе аласың ба, деді Тимур. Конечно, қан шыққаншама. Шан, кеттік. Тілеукештің қорасынан артына бардық. Мен де ешқашан төбелестің алдында басқалар айтатындай дірілдеу, қалтырау деген болмайды. Қалаңның алдына бара жатқандай сабырлымын. Анау біртүрлі қобалжып келе жатқан секілді. Балалар мен туралы аңызбен қорқытып тастаған болуы керек. Тұрдық, басталды. Жақсы төбелеседі екен. Тек бір кемшілігі көзін жұмып ап шабуылдай береді екен. Бір сәті келгенде артына шығып кетіп, желке тұсынан қалаңның кәнігі тәсілін қолдандым. Миы аузына түсті ғой деймін. Жан шықты деп айғай салды. Уәдеде тұрамыз, тоқтадық. Тимур Тілеукештердің алыс бір туысының баласы екен. Өздері Рудный деген бір қалада тұрады. Жүріс-тұрысы қалалық болғанмен, жүрген жерде төбелесе беретін нағыз батыр екен. Бір күні Тимур құлақты жеңіп кетіпті деген әңгіме гу ете қалды. Құлақ дегеніміз 7-8 Марат деген сотқар. Одан Тілеукеш те мен де қорқамыз. Менің маңдайымда тыртық бар. Ол Марат құлақтың өмір бойы мені ұмытпасын дегенде салып кеткен таңбасы.
қолына тиген затпен ұратын бір қояншық өзі. Сол бір күні менімен төбелеспекші болды. Дұрыстап төбелескеннің орнынан жерден бір қиыршық тасты тауып ап, әй шәй жоқ, тура маңдайыма бірақ қадап кеп, сосын әлгі жалғыз маңдайды ауруханаға барып тіктіргеніміз есімде. Шешемнің қан қысымы 2 күн қатарынан көтеріліп бәле болған. Сол құлақты бізден 2 жас кіші Тимур соғып тастапты. Міне ғажап, жүгіріп Тимурға барсам, мойнын әлгі Мұрат тістеп тастапты. Одан қайтып тұрған біздің жауынгер жоқ. Маңғаздана қарайды. Құлақты Тимур астына 2 бүктеп, тепкілеп тастапты. Біздің көшеде бүгін той. Себебі ана көшенің көсемі Мұрат құлақ. Енді ол көшенің балалары бізге қарайтын болды. Себебі жеңімпаз біздің көшенің қонағы. Тілеукеш Тимур және мен өле-өлгенше дос болуға серттестік. Ала жаздай ұмытылмайтын сәттерді басымыздан кешірдік. Тимур сабақ жақындағанда үйіне қайтатын болды. Шығарып салуға Тілеукеш екеуміз Үржардың шетіндегі вокзалға бардық. Жанары мөлдіреп бізбен ұзақ қоштасты Тимур. Өзі бір өссе көрікті жігіт болайын деп тұрған бала. 2 аптадан соң Тілеукеш үйге жылап келді. Тимур жол апатынан қайтыс бопты. Ағам қайтқан кезде бір жылағаным бар. Тимурдың қазасын естіген мен есім қалмай еңіредім. Бала кездегі кіршіксіз достықты қию қиынның қиыны екен. Әлі күнге дейін Тимурдың отты көздері мен әдемі күлкісін, тапқыр сөздері мен жарасымды қалжыңын сағынамын. Бақұл бол, періште досым, бақұл бол. Мен сені ешқашан ұмытпаймын. Мұғалім бізге октябряттыққа өтесіңдер. Ленин аталарының басы қашалған төсбелгі алып келіңдер деген. Үржардың универмагынан шешем маған әлгі белгіні сатып алып берді. 5 бұрышты белгінің ортасында дударбас бала Ульяновтың бейнесі сомдалған. Жан жағында күннің шапағы шашырап тұр. Сүп-сүйкімді төс белгі жалт-жұлт етеді. Мен Лениннің үмбеті болуға дайынмын. Бір-бірімізге төс белгілерімізді көрсетіп мақтанып жүрміз. Келесі аптаның дүйсенбідегі салтанатты рәсімді асыға күтудеміз. Біздің сыныпта Кузьмина Оксана деген немістің аппақ қызы оқитын. Мен ең алғаш рет оған орыс тілінде шатып, бұтып өлең шығарғанмын. Көзі зеңгір көктей тұп-тынық еді. Алдыңғы партада отыратын. Сабақ үлгерімі кілең 5, тәртібі үлгілі. Өзі нәп-нәзік аққудың балапанында еді. Мен оны жақсы көретінмін. Алайда ол мені қазақ деп менсінбейді. Кейін ол да Алешканың артынан Германияға көшіп кетті. Сол Оксананың төс белгілі бәрімізден өзгешелеу боп шықты. Қып-қызыл 5 жұлдыздың ортасында Лениннің басқа мүлде бөлік салынған суреті бар. Бәріміз аң-таңбыз. Біздікі ескі төс белгі. Мен сондай төс белгі табамын деп ант іштім. Өйткені менде де сондай төс белгі болса, ол Оксана екеумізді ортақтастыратын, жақындастыратын дәнекер болады деп есептегем. Содан іздеуге көштім. Таныс туыс туғандарымның бәрінен сұрап шықтым, табылмады. Универмагта да жоқ. Көрші Ғалидың қызында бар болып шықты. Ол бізбен бірге қатар оқитын, бірақ Абай атында қазақ мектебінде. Бізді хахолсыңдар деп мазақтайтын ылғи. Аты Меруерт, біз оны Мико деп атайтынбыз. Сонымен Микодан төс белгіні жалынып сұрап жүрмін. Оның айырбастағысы жоқ. Әкесі арнайы Семейден әкепті оны. Қызым ерекшеленіп жүрсін деген ғой. Өзім білетін барлық құлық сұмдықты қолданып бақтым. Түк шықпады. Есіме оның ирис кәмпитті жақсы көретіні түсті. Баяғыда Миконың маған 2 мөшек ирис кәмпитті әкеп берсе де, мен оны 1 сағатта тауысып бітірем дегені жадыма оралды. Оны алатын менде әрине көк тиын жоқ. 1 мөшек болмаса да 1 килограмм алмақ оймен шешемнен ақша сұрап едім, бермеді. Қара кемпірдің сұр сандығында дүние жүзінің барлық таңғажайыбы сақталып тұратындай елестейтін маған. Ішінен 1 килограмм рис шықпауы тіпті мүмкін емес екенін ішім ғұрғыр сезеді. Соған ұрлыққа түсетін болдым.
Алайда оның кілтін қолға түсіру төс белгіні ұмытудан да қиынға соқты. Ұрлыққа ебім жоқ екенін байқаған соң басқа амал қарастыруға тура келді. Қара кемпірден бір үйде тұрсақ та екеуміз де бір-бірімізді байқамай жүре беретінбіз. Оған менің кей қылығым оғаш көрінгенде ғана ол жағына шырқ түкіріп тәмпіш мұрынын тыржита қалатын. Ол маған ештеңе демейді. Мен одан ешнәрсе сұрамаймын. Өзімізбен өзіміз ғұмыр кешіп жатқан жайымыз бар. Бұл қара кемпірдің есімі Мәстен. Қаланың әкесі үлкен молда болған кісі екен. Сол кісі Қытайдан бері қарай ауғанда әйелі арғы бетте қалып қойыпты. Шетте бала шағасымен Қытайлардан қашып келе жатып, шекара маңында қоныстанған қырғыз ауылын уақытша сағалаған көрінеді. Мәстен сол қырғыз ауылының қызы. Сол жерде бірін-бірі ұнатып қосылған десіп отыратын Қалаңның туыстары. Мәстен бала көтермеген күйі Қалаңның әкесі қайтыс болғанмен осы үйге адал болып қала беріпті. Бұл қара кемпір өте өжет еді. Өңкейген Қалаң кейде ішіп кеп, елдің мазасын әбден алып болғанда сахнаға Мәстен шығушы еді. Орнынан оқыс көтерілген бойда жұдырықтай кемпір Қалаңның аяғынан шалып жіберіп, еңгезерді еркекті тоңқалаң асыратын. Соның үстіне мініп алып, шымыр кішкентай жұдырықтарымен бет көздемей бұлышылдатып ұратын. Бұл әдіс Қалаңға сиқырдай әсер етіп, сауығып кететін. Жапырақтай кемпірдің астында жатқан Қалаңның апатай өлтірдің ғой, қоя бер, болдым, қойдым, нан ұрсын деп ойбайлап жатқаны. Мұндай қызықты мен түгілі осындайда жинала қалатын ақкөңіл көршілеріміз талай көрген. Мұндай таяқ жеулерден кейін Қалаң 1-2 апта мұп-мұңбақан күйде жүретін. Сәл сол Мәстеннің көзінде құпия бір мұң бартын. Мен оның қырғыз екенін біле тұра, ол туралы қызығып сұрамаушы едім. Пәледе нем бар? Төс белгінің әлегі мен қырғыздардың тарихы мен жағрафиясын оқуға итермеледі. Уақыт аз. Қолға төс белгіні тез түсіру керек дегендей. Азын аулақ мәліметті жинап алған мен бір күні Мәстенге келіп, апа, сіз ыстық көлге болдыңыз ба деген майыса қалдым. Көзі тостағандай Мәстен одырая қарады да, оны қайтейін деп едің деді. Бүгін сабаққа өттік, мұғалім қосымша оқып келіңдер деп еді. Оным енді нағыз өтіріктің өзі, себебі біз әлі жағрафия пәніне жетпеген сыныптамыз. Сонда да диалогты жалғастыру керек боп тұр. Болғам жоқ, шырақ. Болмасаңыз барғыңыз келе ме, апа? Ыстық көлде нең бар? Басымды қатырмай аулақ жүр. Апа, мен сізді өскенде ыстық көлге апарамын. Мен неғып жарылдай қалдың? Шешеңді апармайсың ба? Мен сізді аяймын. Не дейтін ау? Аяймын деймін сізді. Сіз ағайын туысқандарыңызды сағынып жүргеніңізді білем. Мен де әкемді сағындым, ағамды да. Кемпірдің өзгергенін көрсеңіз ғой. Әжім тілген бет аузы шыбыр-шыбыр етіп, баладай кемсең қаға қалды. Мен осы сәтте пайдаланып қалдым да оның қолын алып сипалап жөнелдім. Апа, мына ағамның туыстары сізді түсінбейді де жақсы көрмейді ғой. Ал мен сізді жақсы көремін. Ылғи қырғызша бір әдемі әндер айтып жүресіз. Соны үйренгім келеді. Сондықтан мен сізге Қырғызстанды көрсеткім кеп жүр. Ол жақта туысқандарыңыз бар. Соған апарғым келеді деп басып қалып ем, жанды жеріне дөп тиіппін. Мәстенімнің бажырақ көздерінен жас барш ете қалды. Жігітін сағынған бой жеткендей солқылдасым кеп, ойбай, бірдеме білдіріп алдым ба дегендей көше жаққа жаутаң-жаутаң қараймын. Қалаң келіп қалса, өгей шешемді неге жылатып тұрсың, ұрғаннан саусың ба деп, әй-жәй жоқ, соққыға жығуы ықтимал. О, тоба, шынымды айтайын, қайдағы Лениннің басы үшін, кемпірдің көңілін босатып жібергенім үшін кәдімгідей өкініп қалдым. Өзімді өзім іште жегідей жеп тұрмын, алайда шегінерге жол жоқ. Кәмбетін бермесе бермей-ақ қойсын, бір жеңіліп қалсын деп мырсастанып тағы ойлап қоям.
Қу жетім-ай, сезімтал бала екенсің ғой деп Мәстен солқылдаған күйі мені құшағына тартты. Апатайым-ау деп мен де еңірене қалмасым бар ма? Енді ана қалаң дейсе маған айтшы, ол қара бураның шәт-шәлекейін шығарайын деп менің бетімнен ащы жасын шаға маға сүйе бастады. Ал әйтпесе Лениннің аруағы мені желеп-жебіп жіберді ме, не боп кетті өзі? Мен сияқты қара сирақ пролетариат балаға аяқ астан қорғаушының табыла қалғанын қарасаңызшы. Менің де көңілім босап тым қалдана бастаған, мұрнымды сүртіп отырмын. О, жасаған, Мәстен сандығын сытырлатып ашып жатыр, бірдемелерді қопарыстырып алып шығып жатыр. Сандықтың түбінен үстелдің үстіне дәл маған кереге қойылды. Мысықтың суреті бар, бір салафан торба ерес кәмпит. Апамыздың мың бүгіліп тағы бір нәрсе іздеп жатыр. Бір кезде апамның қолына бір бөтелке мөлдір арақ ілінді. Пшеничная деген жазуы бар құтыны Мәстен үстелге таң еткізіп қойды. Содан кейін Мәстеніміз шкафтағы қырлы стақанды алды да ішін тазартқандай үрледі. Сол жақ ұртына бөтелкенің мойнын тығып жіберіп, қақпағын пақ еткізіп ашып, жаңағы қырлы стақанға толтыра-молтыра бүлкілдетіп арақ құйды. Сосын басын қиқаң еткізіп стақандағы сасық сұйықтықты бір деммен қағып салды. Мен тілім байланып қарап тұрмын. Қырғыз апам көзін жұмып, ауаны жұтпай біраз тұрды да мені өзіне әмірлі қолдарымен тартып, басымнан иіскеді. Содан ақырын итеріп, бара ғой балам, бара ғой деді. Мен кетіп бара жатып үстелдің шетінде мыжылып жатқан торбаны іле-міле үйден атып шықтым. Арманым орындалып, бізді октябраттыққа қабылдау салтанатында Оксана екеуміз бірдей төсбелгі тағып тұрдық. 3-ші сыныптан біз 5-ші сыныпқа бірақ аттадық. Сол жылы бізді пионерлікке қабылдады. Пионерлікке қабылданған кезімізде айтарлықтай оқиға болған жоқ. Мойнымызға қып-қызыл шытты байлап ап, екі ұшын екі жаққа шығарып қойып, желбіретіп жүгіріп жүруді қызық көретін біз. Сол кезде өзінде пионерліктен қадір кете бастаған еді. Бір жылдан соң Кеңес одағы тарих сахнасынан түсті. Біздің мойнымыздан ескіріп үлгермеген қызыл галстук шешілді. Жаздыгүні Тілеукеш екеуміз күндіз бұзау бағып, кешке табыннан сиырды күтіп ап, дедеңдетіп үйге қуып әкелетінбіз. Табын Үржардың керемет тоғайы, жергілікті халық оны Ройша дейді, бітетін жақтан келетін. Біз табын жаққа неғұрлым ертерек баруға тырысатынбыз, өйткені ол жақта бала көп, емін еркін ойнауға мүмкіндік бар. Сол тоғайдың орта тұсында христиандық шіркеу болатынды. Бір күні Тілеукешке сол шіркеуге кіріп шығуды ұсындым. Орыс мектебінде оқып жүрген маған ол аса қорқынышты ғибадатхана емес еді. Оның үстіне орыстармен қоян қолтық араласамыз. Мен орыс ертегілерін жақсы көріп оқушы едім. Кез келген халықтың мінез-құлқы, дүние танымы ертегілерінде жатады. Сол көптеген ертегілерде әсіресе кеңестік идеологияны санаға мақтап сіңіру үшін мектеп бағдарламаларына енгізілген орыс әдебиетінің христиан дінбасыларын әшкерлейтін шығармаларда оқыған маған тірідей попты көру қызық. Тілеукештің атасы Рамазан Аллаға сыйынып, 5 уақыт намазын қаза қылмайтын мұсылман. Тілеукешті де соған баулитыны заңдылық. Досым біраз үрейленіп, қарсылық танытқандай болды. Алайда жаңалық құмар баланың санасы діни ұстанымды жеңіп кетті. Сонымен ертең біз шіркеуге баратын болдық. Күмбезінде қисық айқышы бар ескі ғимаратқа қорқ-қорқ кірдік. Бізді ұзын қара рия киген, сақалы беліне дейін бұйралана түскен поп қарсы алды. Басында ерігіп жүрген балалар екен деп жөн сұрасты. Біз шіркеуді көргіміз келетінін айттық. Поптың пейілі түзеліп, бізді шіркеу ішінен бастап кірді. Шіркеудің сыйынатын, шоқындыратын негізгі бөлмесі аса үлкен емес екен. Ортасында Мариям мен оның қолындағы сәби Ғайса пайғамбардың бейнесі салынған үлкен икона ілініп тұр.
Қалған қабырғаларында соған ұқсас әртүрлі діни оқиғалардың, қасиетті кісілердің де суреттері ілінген. Жан-жағымыз шытырлап жанып тұрған шамшырақтар. Шіркеудің ішінен бір түрлі иіс шығады. Әйтеуір біздің санамызға өгеулеу екені рас. Бір-екі бүкшиген орыстың кемпірлері шоқынып, дұғаларын күбірлеп тұр. Жаңағы негізі бөлменің ішіне кіре беріс есіктен түсетін жарық пен шамшырақтар, шасқан сәулелер ғана нұрланып тұр. Жалпы шіркеу іші күңгірт, сыз татиды. Поп бізге өзін Федор әке деп таныстырды. Ең алдымен өзінің бөлмесіне шақырып, бізге үлкен ағаш астаудан ағаш шөмішпен араластырып борщ құйып берді. Борщты соғып алдық. Содан кейін бізге Ғайса пайғамбар туралы ұзақ-ұзақ әңгімелеуге көшті. Мен ішімнен Ғайсаны аяп отырмын, әсіресе айқашқа керілген сәтін. Шынымды айтайын, Ғайса тіріліп ертесінде сахабаларына келгенін естіп қатты қуанып қалдым. Қанша уақыт өткенін білмеймін, сыртқа шықсақ дала қараңғы болып кеткені есімде. Содан жүгіре-мүгіре үйге тарттық. Тілеукеш мені жол бойы боқтап келді. Абырой болғанда әншейінде қаңғып кетуге бейім сиырлар күйіс қайырып қорада жатыр екен. Дін туралы түсінігім міне осыдан бастап қалыптаса бастады. Бірақ бабаларымыз ұстанған дін исламды біз сатқан емеспіз. Дегенмен Ғайса пайғамбардың тағдыры мен тұлғасы мені осы күнге дейін қатты